Уақыт өткен сайын жасанды интеллект дамуы артты. Қазірдің өзінде жасанды интеллект өзекті қолданбалы мәселелерді шешу үшін қолданылады, тиімді шешімдерді жасауға көмектеседі. Сәлем Әрсен. Мен сенмін. Нақтысы сенің жасанды интеллект досың. Есімім Дүйсенбі. Мен сен жайлы бәрін білемін. Міне, сен қазір есіктен кірген Анелия есімді қызды көресің. Ертең сен кешкі 5-те барбершопқа барасың. Бірақ сен оған 5:45-те барасың. Есептесек, сен соңғы 2 жылда шаштарыңызға кешігіп өлесің 91%. Осыдан 83 күн бұрын ғана кешікпей барғансың. Сен тіпті елестете алмайсың. Міне, қара. TikTok-тағы осы бейнең ұнайды. Неге бұны жарияламадың? Бүгін біз күнделікті қолданатын Siri дауыс қызметі де, әр сұрағымызға жауап іздейтін Google браузері де, құлағымызға іліп алып, музыка тыңдайтын құлақ қаптары да, әлеуметтік желілерде бізге ұнайтын контентті дәл тауып ұсынатын бағдарлама да, мессенджерде, біз жазғымыз келетін сөзді алдын ала болжай алатын пернетақта қызметі де. Әрсен, мен барлық жердемін. Жол көрсететін GPS де, бәрі жасанды интеллект. Демек, жасанды интеллект адам баласының күнделікті өміріне әбден сіңіп үлгерді десек те болады. Дүйсенбі, Каспий номерді көрдің ғой, жібере салшы ақшасын. Технология, ол біз. Жасанды интеллект, бұл болашақ. Ал сен дайынсың ба?